Намысты ару аналар, біздер мына Баян мен Динара Сәтжан менің үстімнен сотқа шағымданғысы келеді. Менің басты айқайым ең бірінші әйел азаматтарын бұзу бұлар. Бұлардың әрекеттері маған көптеген ер азаматтар да көмектесем деп жатыр. Бұлар заңға қайшы әрекеттері өте көп. Жаман жолдағы неше түрлі әрекеттері өте көп. Ол туралы ақпараттар тағы да бар. Екіншіден, бұл кісілердің қазақша сөйлемеуі біздің ұлтымызға қауіп. Біз ана тілімізді қалайда қорғауымыз керек. Заң жүзінде немесе осылар тыю мақсатында. Сондықтан ана тіліміз үшін жасаған менің әрекетіме қолдау сұраймын. Ана тілі жасасын. Бүкіл қазақ елі соңғы мүмкіндік. Мынандай әйелдерге тыйым. Бұлар бүкіл әйелдерді бұзады, бұзушы, түзеу жолды көрсетпейді. Біздің тілімізге қарсы, дінімізге қарсы, салт дәстүрімізге қарсы. Соны ескерткім келеді. Бүкіл халық аяқтарымызды тік тұрып, бұлай үйретті. Қазақ елі көп болса, мен өзімнің айтқан сөзіме, ана Баян мен Динараға көп болса іш тарабын төлермін. Ештеңе етпейді. Бірақ та ескертіп қояйын. Бүкіл халықты мен басып көтереміз. Мына екі әйел сол сөзді мен ашу үстінде неге айттым? Қазақ тілін, ана тілін құрметтемеген үшін. Ол екеуі біздің елде тамаққа тойған, ақшасы бар, жағдайы бар бола тұра, қазақ тіліне, ана тіліне түкіргені бар деген үшін мен осындай олармен сөзге келдім. Комплект дейме, бірдеңе дейді өздерінің тілінде. Сондықтан қазақ халқын қолдауға шақырамын. Ол осылай кете беретін болсақ, етакты заңда бізді қорғаған жоқ ана тілді. Енді мынандай шүлдірлеген әйелдер рұқсат беткеше менің айқайым содан басталды. Ақтөбеде мына әйелге орысша кеш өткізуге мен туған жерінде соның бәрі айқай содан басталды. Сондықтан ана тілін қорғауымыз керек. Халықты соған шақырам. Мені қолдағандарың. Сонымен бірге бұл әйелдер тағы да бір жаман нәрсесі. Мына бізде мәдениет саласында бұлардың өткізген кештері әйел адамдарды бұзатын кештер. Мысалы деген би әдепті қылықтар жасайды, сөйтіп отыр, сондай сөз естіге ренжіп жүр. Мысалы өткенде Алтын ханым деген кештерінде 50-дегі әйелдерді сайысқа шығарып жүр. О заманда бұл заман. Сосын өзі де мына Баян ханым концерт берген кезде, Баян Шаяндардың концерт берген кезде сахнаға 2 пұтын аспанға көтеріп бізді алып шықты. Міне осының бәрі біздің жастарға не үлгі, қандай үлгі бұлардың. Ол кеше Қыз Жібектің камзолына ақша берсе, ол кісі заң жүзінде де өте қателік жасады, өрескел. Бірақ бұл алдымызды орап, әйтеуір сыйлығын беріп құтылды. Негізі ондай тарихи бұйымға оның еңбегі сіңген жоқ. Айнұр Тұрсынбаеваның мына компаниясы бұл ештеңе емес, бүкіл Қазақстан етін бақабес қылып шығарды. Бәрі оранып, қап-қара кейін, мына біздің перизаттарда соның істегені ғой. Еще арабтар бұларға ақша төлейді ғой. Ана әрбір қыздарын болса кейіндеп суреттерін жібереді еді. Бүкіл ана шайға бес, ол арабтың ақшасына қысып отқан әйел ғой ол. Біздің айтыстан бас тартқан Айнұр Тұрсынбаева, Сара ана айтысты бәрі тоқтатқан қатындар ғой бұлар. Арабтың құлы болып кеткен. Ертең біз бүкіл салт дәстүр бәрін жоғалтамыз. Миы бір уланған адам лекерге келмейді. Тек заң көмектеспесе, мен перизатымда жүрген оранып. Ештеңе істей алмайсыздар ертең. Сондықтан бұл әйелді депорт вообще кіргізбеу керек Қазақстанға. Түркияда қашып жүрген әйел ғой бұл деген. Қазақстан бүкіл қатын етіп өзі бір басында дұрыс емес әйелдердің бәрін жинап алып бүкіл конференция ертең сол намазхандар жүріп оранып. Мына оразанда сол тоқтату керек. Ондай арақ ішіп алып ораза ұстап, бұл ораза саған ойыншық емес, елдің берекесі содан кетеді. Второе, прежде чем устраивать скандалы на всю страну, ваш культурный шок, видите ли, в шоке. Вы знаете, мой культурный шок тоже в шоке. Почему-то 50 с лишним лет этот камзол никому не был нужен. Никто про него не вспоминал. Почему же вы до этого все 30 лет не вспоминали? А где костюмы великой картины? Где они? Кто их сохранил? Да никто не сохранил. Сохранила святая женщина, которая не дала выбросить этот камзол в мусорку еще 30 лет назад. Никто, ни одно из руководств Казахстана не спросил, где костюмы великого фильма, где костюмы Кызжибек, почему их до сих пор нет в музее. Знаете почему? Потому что они никому не были нужны. А теперь бедный несчастный камзол, который утилизировали и который по бумажкам должен был уже валяться и вообще переплавиться в мусор, теперь он у всех ком в горле. А теперь, дорогие мои коллеги-журналисты, у которых я и моя семья ком в горле, выпейте еще и желчегонного. Этот костюм никому, ничем
не должен и не обязан. Его не существует ни на одной бумажке, ни на одном балансе. Его сохранила одна святая женщина, которая просто хранила этот камзол у себя дома. Понимаете? И теперь она захотела, чтобы он был в хороших, в надежных руках. Не в музее, который посещает 30 человек в год. Просто спросите, сколько людей посещает музей Казахфильма. Вообще, кто туда ходит? Какие костюмы, из каких фильмов они там есть? Или передать его мне. Потому что я его культивирую завтра. Потому что завтра я сошью 600 реплик для того, чтобы каждый знал, что это камзол Кожебек.